Біз мұсылман екеміз деп халқымызды орта ғасырға тартпаймыз. Біз мұсылмандардың болашағын қолдаймыз. Мұсылмандықтың да өзінің тағылығы бар. Біз өзіміз сүнниттер болғаннан кейін өзіміздің жолымыз бар. Барлығын сыйлаймыз, барлығының ой пікірін құрметтейміз. Бірақ та бізді жаңағы арабтардың киімін басымызға жапқызып, қыздарымызды, әйелдерімізді орта ғасырға қарай тартатын біздің жолымыз емес ол. Басқа мұсылмандардың барлығын мен қолдаймын. Ал енді біздің аналарымызда болған ол үлкен адамдар қандай киім кием десе, қандай жаулық десе, ол өзінің қолында, өзі білсін қалай екен. Бірақ жастар, оқитын жастар, оларға өзіне жаңағы соны істе деп тапсырмаса, олар ондайды істемейді ғой. Рас қой. Біз қазақпыз, көшпенділерміз. Аттың үстінде жүрген қазақпыз. Аттың үстінде жүрген сарбаздың жанында атқа мініп әйелі де жүретін, қыздары да жүретін. Сондай қазақпыз біз. Естеріңде болсын тарихта. Қазақты ешкім жаулап алған жоқ. Тек қана ішіне ерткі салып жаулады. Еш уақытта. Ол баяғыда ханның кезінде, біз Ресейге бағынбай тұрған кезде, әр хан, әр рудан, тайпадан 100 солдат сұрайды екен. Әр қайсы атқа мінгізіп 100-100-ден солдат жібереді. Сонымен жиналады. Сол 100 деген сөзді Ресейдің патшалығы бізді 100-ге бөліп, 3-ге бөліп, қазақтар жоқ нәрсені бізге сіңгізді. Біз қазақпыз. Қазақстанда. Кеше мен айттым ғой, 11 миллион қазақпыз. Енді соны біз 3-ге бөлетін болсақ, біз ел болмаймыз. Тек қана бізді таратып алып, Екатерина II-ның берген бұйрығы бар. Әр сұлтандарын бір-біріне қарсы қойып, байларын бір-біріне қарсы қойып, төбелестіріп, хан шығартып, жау қылып, ата жау қылып, соның кейін барып жаулап алыңдар деген. Солай жаулап алды.